Көлемі 7,5 дециметр куб тастың массасы 18,7 килограмм. Осы тасты суда батырмай ұстап тұратын күшті табыңыз дейді. Берілгені көлемі бізде 7,5 дециметр куб, масса 18,7 килограмм. Су болғасын, судың тығыздығы бізде оның 3 дәрежесі килограмм метр куб. Еркін сөйлеу бізде 10 деп алайық, жоқтап 10 ньютон килограмм. Табу керек күш, ұстап тұратын күш. Жаңа теорияда айтқандай бізде денеміз, оны ұстап тұру үшін жоғары қарай бір күш түсіреміз. Жоғары қарай сонымен қатар Архимед күш әсер етеді, төмен қарай ауырлық күш әсер етеді. F пен F Архимед бағыттас болғасын қосамыз, қарама қарсы теңестіреміз. Бұдан ұстап тұратын күш табу үшін ауырлық күштен азайтамыз Архимед күшін. 7,5 дециметр куб бізде ХБЖ-да 1000-ға бөлеміз, яғни 7,5 оның минус 3 дециметр куб болады. Так, шешуі. F тем болады. Масса бізде 18,7 килограмм. G10. Архимед күші бізде ρ су GV. ρ су бізде оның 3 дәрежесі, G10, көлем 7,5, оның минус 3 дәрежесі метр куб. 18,7 10-ға өткенде 187, мұна екеу бірді береді, 7,5 10-ға өткенде 75. Азайтқаны 112 ньютон шығады. Динамометрге ілінген жүкті суға батырғанда динамометрдің көрсетуі 34 ньютон. Ал оны керосинге батырғанда 38 ньютон болды. Осы жүктің ауадағы салмағы қандай? Берілгені. Бірінші салмақ суда 34 ньютон. Керосинді екінші салмақ 38 ньютон. Судың тығыздығы кесте бойынша 1000 килограмм метр куб. Керосиндікі кесте бойынша 800 килограмм метр куб. Еркін сөйдеу жоқта 10 ньютон килограмм деп алайық. Табу керек ауадағы салмақ. Ауадағы салмақ, вакуумдегі салмақ ол mg. Сонымен P0 деген ол mg деген мағынасында. Сонымен F Архимед 1 ол бізде P0 минус P1. Керосиндегі Архимед күші P0 минус P2. Яғни Архимед күшінің екінші формасын қолданып отырмыз. F Архимедтің өзі біріншінікі ρ GV. P0 минус P1. Екіншінікі ρ GV. P0 минус P2. Осы екеуін бір-біріне бөлейік, бағандап. Сосын қысқартайық. G мен V-ні қысқартайық. Сосын ρ1 бізде 1000 килограмм метр куб, ρ2 800. P0 азайтамыз. Біріншісі 34 салмақ, екінші салмақ бізде 38. 1000 мен 800 қысқартамыз, 4 болады, 5 болады. 5-ті көбейтеміз пропорция арқылы P0 минус 38-ге, 4-ті көбейтеміз P0 минус 34-ге. Жақшаны ашамыз. 5 P0 минус 190. Яғни бұлай көбейтеміз әрқайсына. 4-ті P0-ге, 4 34-ге. 4 P0 минус 136. 4 P мына жаққа азайту болып барады, минус 90 мына жаққа, оң жаққа қосылып барады. Сонда 5 P0 азайтамыз 4 P0, 190 азайтамыз 136. Сонда P0 бізде болады 54 ньютон. Сонда ауадағы біздің жүктің салмағы 54 ньютон. Көлемі 104 метр куб шыны шардың 4/3 бөлігі суға батырылған. Оған әсер ететін Архимед күшін табыңыз дейді. Берілген дененің көлемі бізде 104 метр куб. Дененің батқан бөлігі 4/3 V-ның, яғни бана көлем 4/3 бөлігі. Судың тығыздығы бізде 1000 килограмм метр куб.
Табу керек Архимед күшін. Талдау. Архимед күші бізде ро су G В батырылған. Шешуі. Ро су бізде 1000 килограмм метр куб. G 10 ньютон килограмм. Көлем бізде батырылған 4-тен 3 В деген 100-ден 4 метр куб. Метр куб қысқарады, килограмм қысқарады. Сонда бізде 300 ньютон шығады. Жауабы 300 ньютон.